بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي tez оқитын болам, тез аударып ше. Мәселенің барлығын түсіндіріп, түсінбей жатсаңыздар, сұраңыздар, жақсы ма? Фасху фи масаилил абар, құдық мәселелеріне қатысты бөлім. Вал вақиу фиха раутун, құдыққа түскен нәрсе тезек болуы мүмкін, мысалы малдың тезегі, ау хайуан немесе ол тірі жан болуы мүмкін. Хайуандағы мақсат бұл жерде ол адам болсын, жануар болсын, әйтеуір тірі. Бойында тіршілігі бар кез келген нәрсе. Ау қатратун мин дамин ва нахвихи, немесе бір тамшы зәр, немесе кез келген бағанағы зәр секілді бір тамшы түсіп кететін болса, бүкіл құдықтың суын ластайды, жігіттер. Енді қараңыздар. Ва хукмуха ан тунзаха ал-би'ру ай мауха. Құдық шығарылу керек дейді. Құдық шығарылу керек деген мақсат не ол? Суды ішіндегі. لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر الصغيرة. Себебі ол іс әрекетті құдыққа тіркеуден дейді. Және де кішкентай құдықтың ішіндегі суды мақсат ету дейді. Яғни кішкентай құдықтың ішінде тұрған суды мақсат ету деп жатырды. Ас-сағира. Енді қараңыздар, ас-сағира қайсы ол? Уахия, не ас-сағирату кішкентай құдық деп қандай құдықты айтамыз? Уахия ма дуна ашрин фи ашрин. 10-10 шынтаққа жетпесе. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар жігіттер. 10-10 шынтақ. Өткенде айтқанымыз бір шынтақты 46 сантиметр 2 миллиметр бар да. Сонда ені ұзындығы осы 10 шынтаққа жетпесе, 10-10-ға жетпесе, онда ол аз деген сөз. Бір тамшы зәр тамып кетсе не істеу керек? Бүкіл құдықтың суын шығару керек. Биуқуи нәжасатин фиха ва ин қаллат ан-нәжасату ан. Нәжіс түсіп кетсе болды. Тіпті нәжіс аз болса да. Бірақ тезектер есептелмейді дейді, аз болса. Яғни құдықты ластамайды. Ва қадру ал-қалил, мысалы аз ғана нәжіс дегеніміз мысалға ка қатрати дамин ау қатрати хамрин. لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه وإن لم يظهر أثر النجس немесе قليل النجس فيه في الماء. Жақсы ма? Тіпті ол нәжістің, аз ғана нәжістің әсері суда байқалмаса деп жатыр. Себебі біз алдыңғы дәрісте айтқанбыз, кішкентай аз ғана суға нәжіс тиіп кететін болса, оның әсері байқалу шарт емес. وَتُنْزَحُ بِعُقُوعِ خِنْزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا. Сол секілді шошқа түсіп кететін болса, шошқа тірі шықса да, бүкіл құдықтың суын шығару керек деп жатыр. وَالْحَالْ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ. Тіпті айтып жатыр да, وَالْحَالْ тіпті оның, және жағдай қалай болса, яғни оның сірекейі, былай айтқанда, аузы суға тимесе, яғни сірекейі суға жетпесе де. لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ, себебі шошқаның бүкіл бөлігі нәжіс. وَتُنْزَحُ بِمَوْتِ كَلْبٍ. Ит өліп қалса, яғни үлкен ит өліп қалса деген мағына бұл жерде. Адам секілді пішіндесе, себебі кішкентай ғана күшік болса, ол келеді. Яғни үкімі. وَتُنْزَحُ بِمَوْتِ كَلْبٍ. Қайда бимаутихи, неге өліп қалса деп айтты? Фиха құдықта деп. لأنه غير نجس العين, ол нәжис айн емес шошқа секілді. على الصحيح дұрысында. فإذا لم يمت وخرج حيا, егер ол өлмесе және де тірі шығатын болса, ولم يصل فمه الماء, аузы суға тимесе, яғни сілекей суға жетпесе, لا ينجس, құдықтың суы ластанбайды. أو موت شاة, немесе үлкен қой өліп қалса, أو موت آدمين فيها, немесе адам өліп қалса, бүкіл құдықтың суы шығарады. Оны қайдан білдік? لنزح ماء زمزم بموت زنجي. Қара нәсілді адам Замзам құдығына түсіп өліп қалған уақытта бүкіл не істеген? Замзам суының суын сыртқа шығарғанды. وأمر, немесе أمري وأمري ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم به, يعني بالنزح بمحضر من الصحابة من غير نكير. Бір топ сахабаның алдында осылай бұйырғанда бұл кісілер. Сол уақытта ол кісілер не істем? Үндемеген. Min غير نكير. Үндемеген, былай айтқанда қарсылық білдірмеген. وتنزح بانتفاخ حيوان ولو كان صغيرا لانتشار النجاسة. Егер түсіп кеткен жануар ісініп кететін болса, тіпті кішкентай болса да, бүкіл құдықтың суын шығару керек.
не себепті? Нәжіс суға тарап кететін себепті. Себебі ол ысып кетті деген сөз, міндетті түрде оның бойынан сұйықтық бөлінеді деген сөзі құдыққа. Ал біз айттық, сұйық нәрсе аз болса да сразу не істейді? Бүкіл құдықты ластайды. وتنزح وجوبا 200 دلو وسط وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر ويستحب زيادة 100. Орташа шелекпен 200 шелек шығарады деп жатыр. Енді орташа шелек дегеніміз қандай шелек десе айтып жатыр? Сол құдыққа көбінесе қай шелекті қолданады? Сол орташа шелек дейді. Сен мысалға бір құдыққа 10 литрлік, 5 литрлік, 15 литрлік қолдануы мүмкін. Бірақ көбінесе 10 литрлікпен шығарасың. Болды, сомен есептейміз. Енді осы қараңыздар, 200 шелекті 4 күнге бөліп 50-50-ден шығаратын болса да, ең соңында таза деген үкім береміз. Yani бір мезетте 200 шығарып тастау шарт емес. Сол секілді дейді. Сол секілді мысалға көрінбейтін нәжіспен ластанып қалған киімді 3 күнге бөліп жуса. Мысалға зәр тиіп кетті. 3 рет жуып сығу керек қой. Әрқайсысына сығып отыру керек жуған сайын, дұрыс па? Енді бір күн келді де жуды сықты, екінші күн келді жуды сықты, үшінші күні келді жуып сықты. Үшінші күні тазар деген үкім береді сыққан уақытта. Жақсы ма? وتطهر البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما عند كم الشيخين. Жақсы ма? Енді құдықтың суы таза деген үкім, құдық тазарады деп жатыр. Қашан? Ең соңғы шелекті құдықтың аузынан шығаратын болса дейді. Мысалға мынау құдықта, жігіттер, 200 шелек су шығару керек. 200-ші шелекті бүйтіп шығарған уақытта тазар деген үкім беріледі. Бұл шейхайында. Имам Мұхаммедті не деп айтқан? Мына құдықтың суынан шелек бөлінсе болды, 200-ші шелек. Құдыққа таза деген үкім беріледі деген. Жақсы ма? Сондықтан айтып отыр, Уайда Мұхаммед радияллаху анхум жамиян бинфисали ад-далви анил маи валау қатара фил би'ри лид-дарура. Тіпті бағана көтеріп атты ғой енді ол, аузынан шықпаса да әлі. Су тамшылап отыр құдықтың суына. Тіпті тамшылап тұрса да, оның ешқандай зияны жоқ деп жатыр. Жақсы ма? Ол ояқта дарура бар деп жатыр да. Бұл айтқанда бәрібір ол тамшылайды демекші да, қысқасы. Валау қатара фил би'ри лид-дарура. وقال يشترط الانفصال لبقاء الاتصال بالقاطر بها. Енді айтып жатыр, шейхай не деп айтқан? Бөліну керек деп айтқан да. Құдықтың аузынан былай айтқанда былайдан шығару керек аузынан сыртқа. Неге? Себебі ол бүйтіп көтеріп атқан кезде судан бөлінген өзі ол тамшылап, о да әлі мына құдықтағы сумен байланыс болады дегенде шелектің арасында. Қашан бөлінеді сыртқа, сол кезде бірақ үкім беріледі деген. وقال يشترط الانفصال لبقاء الاتصال بالقاطر بها بالبئر. Жақсы ма? وقدر محمد رحمه الله تعالى الواجب ب200 دلو. Енді 200-ді имам Мұхаммед не үшін олай деп есептеді? Егер ол құдықтың бүкіл суын шығару міндет болмаса деді. Мысалы тез толып қала береді, мүмкін емес шарт бастау. وأفتى به. Бұл фатуаны қашан берді? Ләмма шахада абар Бағдад. Бағдадтың құдықтарын көргенде дейді. Касиратал миях, су өте көп болған дейді ол. Лимужавара Дижля. Себебі Дижля деген өзен бар да Бағдад қаласында. Өзен болған себепті құдықтар тез толып кете береді. Мүмкін емес ана құдықты бір мезетте бәрін шығарып тастау. Сол кезде 200 шелек пен 300-дің арасында шығарса жеткілікті деп айтқан да. Вал ашбах ан юқаддара ма фиха би шахадати раджулайн лахума хибратун би амри алма ва хуа ал-асах. Ол ашбах деген мағынасы, яғни фиқхи қағидаларға ең жақыны деген мағына. Себебі неге? Себебі ликаунихима нисаба. Себебі бұл екі адам бұл айтқанда шахадатқа тең емес па дейді, шахадаттың нисабына, дұрыс па? Екі адам. Мысалы некеде екі адам шахадаттың нисабына теңді. Ликаунихима нисаб аш-шахада ал-мулзима. Екі адам болса жеткілікті деп жатыр да. Уахуал асах, осы дұрысырақ дейді. Яғни былай айтқанда екі адам келеді, былай деп айтады да. Құдыққа қарай айтады, мына құдықта шамамен 500 шелек су шығады. Немесе мына құдықта 150 шелек су шығады. Сонда 150 шелек шығарып тастаса болды, жеткілікті. وإن مات فيها أي البئر دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة. Енді қараңыздар. Бағана төбеде айтқан нәрселердің барлығында қысқасы бүкіл құдықтың суын шығарамыз. Енді айтып жатыр, ал егер құдыққа тауық,
немесе мысық, немесе осы мысық пен тауық пішіндес кез келген жануар түсіп өліп қалып, әлі ісінбесе, 40 пен 50-дің арасында су шығарамыз. Жақсы ма? Нахухума фил джусса деп тұр. Джусса деген дене. Уалам тантаф әлі ісінбесе дейді. Көрдіңіздер ме? Себебі ісінсе, бүкіл құдық шығару керек болады, бағана айтқанымыздай, кішкентай болса да. Лазима назху 40 далван бa'да ихраджил вақи'i минха. Бірінші, уақиқтағы мақсат не ол? Өліп қалған жануарды айтып жатыр да. Яғни өліп, бірінші ең әуелі не істейміз? Құдыққа жануар түсіп қалса, ең бірінші өліп қалған жануарды алып тастаймыз. Одан кейін барып 40 шелек шығарамыз да. Уруя тақдиру бил 40 ан Аби Саид аль-Худри радияллаху анху фид даджажа. Енді 40 шелек шығару керек деген мөлшер, осы мөлшер бекіту, ол Аби Саид аль-Худриден жеткен дейді, риуаят етілген. Ол кісі сол тауық түсіп қалған уақытта 40 шелек шығаруды бұйырғанды. Уама қарабаха, енді осы тауыққа жақын болған, денелес болғандар, осы тауықтың үкімін алады деп жатыр да. Уама қарабаха юъта хукмаха хукма ад-дажажа. Ва тустахабу зиядату иля 50 ау 60. Енді осы 40-тан 50-ге немесе 60-қа дейін жеткізу ол мустахаб болады. Лима руя ан Ата ва Шаби. Ата Шабидан риуаят етілген деп жатыр да ол. Ва ин мата фиха фаратун, егер қараңыздар тышқан өліп қалса, билхамз ау нахуха, немесе тышқан пішіндес кез келген жануар өліп қалса, каусфур валам янтафих, және де ісінбесе дейді. Лазима назху 20 далва, онда 20 шелек шығару керек дейді. Бa'да ихраджихи, бa'да ихраджил вақи'. Жақсы ма жігіттер? لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح 20 دلوا деп айтқанда. Өліп сразу шығарылатын болса 20 шелек деп айтқан екен да. Көрдіңіздер ме? Ва тустахабу зиядату иля 30 деп айтқан. Мустахаб болады 30-ға дейін апару. Лихтимал зиядат ад-далви ал-мазкур фил асар ала ма қудира бихи мин ал-васат. Себебі біздің орташа деген шелегімізден, есептелген орташа деген шелегімізден асар хабарларда келген шелек артық болып кетуі мүмкін ғой дейді. Сол себепті 30-ға дейін апару мустахаб. Қосып отыру. وكان ذلك منزوح طهارة للبئر والدلو والرشي والبكرة ويدي المستسقي. Енді айтып жатыр, осы шығарылған су ол тазалық болады дейді. Құдық үшін, шелек үшін, жіп үшін, риша деген жіпті сол. Бакара деген ана катушкасы да бүйтіп айналдыратыны. ويدي المستسقي, және де кімнің де су шығарып жатқан адамның да қолына таза деген үкім беріледі екен. Сонда ана 20-шы шелекті шығарып бүйтіп сыртқа төккен уақытта барлығына бір мезетте барлығына таза деген үкім беріледі. روي ذلك عن أبي يوسف والحسن لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء. Себебі бұл нәрселердің нәжіс болуы дейді. Қолдың, шелектің, бағана риша, бейір немен болды дейді? Су себепті болды дейді. Судың ас болу себебімен болды. Енді осы нәрселердің таза болуы судың тазаруымен болады дейді. Нафиялил харажды қайтару үшін деп жатыр. Себебі су шығарып болғаннан не істеу керек? Мынаның бәрін қайта жуу керек болады. Ода не бар? Машақат бар да. Мысалы, енді мысал келтіріп жатыр. Катахарати даннил хамр битахрилиха. Мысалға біз бұрынғы заманда арақ, мысалы, араққа айналса, арақ тұрса бір бөшкеде. Сол арақты неге? Сірке суына айналдыратынды. Бір-ек қоспа қосса, сірке суына айналып кетеді. Төкпейді ешқайыққа арақты. Сол енді араққа таза деген үкім беріледі. Неге айналумен? Сіркеге айналумен. Көрдіңіздер ме? Сіркеге айналу таза деген үкім беріледі. Ана бөшке таза болып кетеді. Бәрі таза болады қысқасы. Бөшкеде бәрі таза. Әрі адал болады. Ватахарати урватил ибриқ, мысалға құманның тұтқасы бана ұстайтын жері таза болған секілді битахарати дейді, қолдың таза болуымен дейді. Әрине қашан? Егер әр алған сайын, егер қолын әр жуған сайын сол тұтқаны ұстап отырса дейді. Иза ахазаха ахаза ал-урвата куллама ғасала ядаху ән. Түсіндіңіздер ме? Түсінікті ғой жалпы айбара. وروي عن أبي يوسف رضي الله عنه أن الأربع من الفئران كفأرة واحدة. ترتشقان برتشقان hükümünde. والخمسة كالدجاجة إلى التسع. 5-тен 9-ға дейін тауықтың hükümünde дейді. والعشرة 10-ға жетсе қойдың hükümünde. Yani бүкіл құдықты шығарамыз. وقال محمد الثلاث إلى 5 كالهروة деп айтқан. 3-тен 5-ке дейін мысықтың hükümünde. وست كالكلب. وهو ظاهر الرواية. Осы ظاһирдің негізгі риуаят осы да. وما كان بين الهروة وبين الفأرة والهرة. Мысалға кейде мысық пен тышқанның арасындағы денелес бір жануар болып қалуы мүмкін ғой дейді. Онда оған кімнің үкім береміз? Тышқанның үкім береміз деп жатыр да. Мысалы болуы мүмкін ғой. Тышқан одан кейін барып бағанағы
мысық екеуінің арасындағы не болса, онда кімнің үкім береміз? Тышқанның үкім береміз деп жатыр да. Мысықтың үкім бермейміз. Азын аламыз. Иә, мысалға. وَمَا كَانَ بَيْنَ الْهِرَّةِ وَالْكَلْبِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْهِرَّةِ дейді. Енді сол секілді мысық пен иттің арасы, мысықтан ит үлкендірек қой. Енді иттен кіші мысықтан үлкендеу болса, онда мысықтың үкім береміз дейді. وَإِنْ وَقَعَ فَأْرَةٌ وَهِرَّةٌ فَهُمَا كَهِرَّةٍ. Енді құдыққа мысық пен тышқан түсіп кетсе, онда мысықтың үкімін алады деп жатыр да. وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ. Яғни ақал әксараға келеді деп жатыр да, бұл жерде. Соңғы мәселені айтып жатыр да. Яғни ақал ол не? Фаъра да. Фаъра әксардың үкім ол не? Хирра да. وَلَا تَنْجُسَ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَهُوَ لِلْإِبِلِ وَالْغَنَمِ. Енді құдық ластанбай тезек себепті. Мына баар деп кімнің тезегін айтады? Эбил мен ғанамның тезегін айтады. Түйе мен қойдың тезегі. وَبَعْرَ يَبْعَرُ مِنْ حَدِّ مَنَعَ وَرَوْث. Раус кімнің, ол қайсының тезегі? Ол фарас, уәл-бағл, уәл-химардың тезегі. Ат, одан кейін есек, қашыр солардікі да. Мин хадди насара. Насара янсыру бабынан да. Уәл-хисси бикасри әл-ха уахид әл-ахса лил-бақар. Ол хисси кімдікі? Кімнің тезегі? Ол бақар, сиырдың тезегі. Мин бәби дараба. Уәлә фарқа бәйні әбәр әл-әмсар уәл-фәләуат фи-с-сахих. Енді айтып жатыр да, бұл тезектердің бірі, осы малдардың тезегі құдыққа түсіп кететін болса, көп болмайынша ластанбайды деп жатыр да, қысқасы. Мейлі ол құдықтар ауылдың құдығы болсын, немесе қаланың құдығы болсын, айырмашылық жоқ деп жатыр. Жақсы ма? ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح ولا فرق بين الرطب واليابس. Айырмашылық жоқ. Бұл құрғап қалған тезек болсын, әлі кеппеген болсын, бүтіндей болсын, сынып болсын, қалай түссе де көп болмайынша құдықты ең дұрыс риуаятта негізгі көзқараста бұл ластамайды көп болмайынша. Жақсы ма? Түсіндіңдер ғой жігіттер, мункасир ябис бәрі. Ли шумул абдарура. Себебі дарурат, зару жағдай барлығын қамтиды деп жатыр да. Мысалға жел соғып, не істеуі мүмкін? Жел қатты соғып, малдың тезегін құдыққа түсіріп жіберуі мүмкін. Ол жақта зәрулік бар деп жатыр. Зәрулік осының барлығын қамтиды деп жатыр да. Қысқасы ол қалалық болсын, ауылдық болсын. Фала танжусу илля ан якуна касиран. Көп болмайынша құдық ластанбайды. Енді көпті қайдан білеміз десе, қараған адам көп сынетін болса дейді. Азды қайдан білеміз десе, қараған адам аз сынатын болса дейді. Вал қалил ма ястақиллуху ва алейхи ал-иътимад. Ал енді қараңыздар, бұл егер жақсы бір фих оқыған, фих түсінген адам болса, түсінікті өзі қарап үкім бере алады. Ал егер ол мүлдем ондай ой жүгірте алмайтын адам болуы мүмкін ғой. Оған мынаны айтсақ болады. Әу әллә яхлуа дәлун ан бара. Оған не деп айтамыз? Ауам қарапайым жамағаттан болса айтамыз, сен егер құдыққа шелекті тастаған сайын, әйтеуір әрбір шелегіңе бір түйірі болсын, не ілініп отыратын болса, тезек, онда көп. Анда-санда шелегіңе бір ілінетін болса, онда аз деп айтамыз да оған. Бұл ауам халыққа жақсы да. Сондықтан бұны кейбір кітаптарда бөлген де. Ма ястаксируха назыр, егер ода не болса, назыр әхлу назар болса деген да. Ма ла яхлу дәлун ан бағра, егер ол мен әл-ауам болса деп айтқан да. Соларға жақсы деген да ол. وَنَحْوِهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوطِ. Нахвиха болады, дұрыс па? Бағыраға не болып тұр? Матуф болып тұр. وَلَا يَفْسُدُ أَيْ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ بِخُرْءِ حَمَامٍ الْخَرْءُ بِالْفَتْحِ وَاحِدُ الْخُرْء بِالضَّمِّ مثل قر وقرء وعن الجوهر بالضم كجند وجنود деп айтқан. والواو بعد الراء غلط خرو деп айту, ол қате деп айтқан да. Вау айту, хамзаның орнына вау айту дұрыс емес деген. Жақсы ма жігіттер? Яғни қар бил-фатх, құр сөздің бірлігі деп аталады қар. Мысалға қар мен құр секілді дейді. Жауһаридан бидом кажунуд, былай айтқанда хурун, сосын бар хуру деп айтқанды, джунудқа салған. Уал вау, ал енді хурун деп хамзаның орнына вау қою ғалат, қате дейді. Уала янжусу би хур'i усфур ва нахвиха мимма юккалу минат туюр. Енді еті желінетін құстардың, неден басқа? Тауықтан басқа, қазыдан басқа, үйректен басқа да, осы шөуінен басқа. Еті желінетін әрі
саңғырығын ауада тастайтын құстар бар ғой, кептер секілді, торғай секілді, олардың саңғырығы құдықтың суын ластамайды деп жатыр. Уалаянжусу бихур, саңғырық деп айтады, құстың несін тезегін негізі. Бихур иусфурин ва нахвиха мимма юкалу минат туюр гайри ад-дажаж вал иваз вал хукму би тахаратихи истихсан. Енді бұны таза деп айту дейді, ол истихсан тұрғысынан дейді, қияс тұрғысынан ластану керек те ол. Енді истихсанның несін дәлелін айтып жатыр да. Неге истихсан тұрғысынан ол таза болды? Лианна набия саллаллаху алейхи ва саллама шакарал хамамата. Көгершінге рахмет айтты дейді да пайғамбарымыз. Ва қал иннаха аукалат ала бабил ғар хатта салимту дегенде. Мен ол көгершін дейді, үңгірдің есігіне ұя салды дейді. Сол ұя салған себепті мен аман қалдым деп жатыр да пайғамбарымыз. Сөйтіп Алла тағала оған мешітті пана қылып берді деп жатыр да. Фажазаха Аллаху та'ала ал-масджида ма'ваха. Көрдіңіз бе? Фахуа далилун ала тахарати ма якуну минха. Және де оған тағы да бір дәлел, басқа да дәлел бар. Не? Сонау пайғамбарымыз заманынан бастап мешіттерде көгершіндер өмір сүретті. Мысалға. Оның барлығы неге дәлел? Тазалығына дәлел. Ва масаха ибн Мас'уд радияллаху анху хур ал-хамамати анху би усбуихи. Мына саусағымен тазалағанда. Мысалы. Бұл неге дәлел? Саусағымен тезегін алып тастау. Бір неде таспен деп те келеді. Саусақпен алу неге дәлел? Тазалыққа дәлел. Жай бүйтіп қағып түсіре салғанда. Анху би усбуихи. Ва ихтияру фи касир мин кутубил мазхаб тахаратуху индана. Таза, қысқасы еті желінетін құстың саңғырығы таза. Жарай ма? Мұнан жаттап алыңыздар жігіттер. Еті желінетін құстың саңғырығы таза. Қандай еті желінетін құс? Ауада саңғырығын тастайтын да. Қазы, үйрек, тауық секілердікі ауыр нәжіс. Жабайы құстардікі, жыртқыш құстардікі жеңіл нәжіс. 3 түрлі сонда құстікі. Болды, осылай ажыратылсын. Ең жеңіл болса. Жыртқыш құс болса, несі? Жеңіл нәжіс. Көгершін болса, көгершін секілді, боз торғай секілді, олардікі таза. Аналарыкі ауырлы. Иә. Жыртқыштарды қазір келеді иншалла. Енді тауықтікі, қазыныкі, үйректікі неге ауыр нәжіс болды десе, жағымсыз деп айтқанда олардікі. Ал неге жыртқыш құстардікі жеңіл болды десе, олардан құтылу қиын дегенді. Зәрулік бар дегенді. واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يأكل أن من الطيور ونجاسة مخففة. Көрдің бе? Желінбейтін, еті желінбейтін қысқасы. Еті желінбейтін. ولا ينجس الماء ولا المائعات على الأصح بموت ما بمعنى حيوان لا دم له سواء البري والبحري فيه. Суда немесе кез келген сұйықтықта бойында ағатын қаны болмаған жануар өліп қалатын болса, онымен су ластанбайды. Сұйықтықта ластан. Мынау майятқа кіреді, сок. Мынау суды. Енді осыған бойында ағатын қаны жоқ, шыбын-шіркей түсіп кететін болса, ластанбайды. Аласың, лақтырасында су іше бересің. Көрдіңіз бе? Бимаути ма бимана хайуан. Кез келген сонда. Шыбың да кіреді оған, маса да кіреді. Тағы не бар, қандай нелер бар? Кез келген. Фихи, тарақандар да бар, ол бәрі кіріп кетіп отыр да, бойында ағатын қаны жоқ. Ла дама лаху саван, ол мейлі барри болсын, бахри болсын деп жатыр. Барри құрлықта өмір сүретін, бахри теңізде, суда өмір сүретін. Фихи ай ал-май ау-ал-майя. Ва хуа мысалы ол не секілді? Касамакин, вадиф ди'ин, бақа секілді. بكسر الدال أفصح ضيف ديع ضيف داح تنقرغنده ضيف ديع تب كسر منيتو أفصح والفتح لغة ضعيفة ضيف داح تبيتو لغة ضعيفة ألسس والأنثى ضيف ديعه والبري يفسده على عند قرلقتا өмір сүретін құрбақа болсаш ол ластайды деп жатыр. Инканы қашан? Инканы лаху дамун саил дейді. Егер оның ағатын қаны болса дейді. Жақсы ма?
وحيوان الماء كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده. Енді суда өмір сүретін жануарлар, мысалы, саратан, рак, немесе шаян, су шаяны да бұл саратан. وكلب الماء, су иті, су шошқасы, бұлардың ешқайсысы суды ластамайды дейді, өліп қалса. Бірақ бұлардың бағанағы араласқан суын ішуге болмайды деген де. Жақсы ма жігіттер? ولكن يحرم شربه لأن النفوس تعافه деп айтқанда шейх тоқталды. Бірақ бұлардың қалдық сулары, мысалы мына жақта өліп қалуы мүмкін ғой. Мысалы, бұны ішуге болмайды деген. Неге? Себебі адамдардың бұл айтқан табиғаты одан жиіркенеді деген, жиіркенеді деп айтқанда. Сондықтан ішу арам болады деген. Уабаққин қандала, таныс біздің братандар деп қойсын, түнде шығатын. Қандалады. Уахуа кибар әл-бауд. Енді бұны айтып жатыр да, бұл үлкен маса деп келтіріп жатыр дейін. Бұл кісі бауд деген, бұл кибар әл-бауд дейді. Яғни бұл масаның үлкені деп жатыр да, қысқасы қандала дегенде. Уахидуху баққа. Вақад юсамма бихи әл-фусфус фи бa'ди әл-джихад. Фусфус деп аталады екен да, қандала кейде. Кейбір мекендерде. Уахуа хайуанун кәл-құра. Бұл кене секілді бір не дейді? Жаратылыс. Шадиду әннәтін есі өте бір жағымсыз болған дейді. Ва зубаб, шыбын. Юсамма бихи. Неге енді зубаб деп аталды десе? Лиәннәху күлләмә зубба әба дейді. Бір қуылған сайын қайтып келе берген болғандықтан зубаб деп аталған дейді. Яғни күлләмә турида раджа'a дейді. Ва зунбур биддом. Ва ақраб. Ва хунфус. Хунфус. Домма мен е? Фә. Біне хунфас деп қопты менде. Сіздерде хунфус ба? Ва жарад, шегіртке. Ва бурғус, бүрге. Қазақша бурғус, бүрге келеді. Ва қамыл, бит. Бұлардың ешқайсысы суды ластамайды екен. Қаулихи саллаллаху алейхи ва салам: «Иза вақа'a аз-зубабу фи шараби ахадикум фалиямисху сумма лиянзаху фа инна фи ахади жанахайхи да'ан ва фил ахари шифа'ан» деп айтқанда. Раваху ал-Бухари. Ва зада Абу Дауд. Енді қараңыздар. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам не деп айтқан дейді? Егер сендердің ішіп жатқан тамақтарыңа, фи шараби ахадикум деген, яғни шетін нәрсеге айтылады. Сол ішіп жатқан нәрселеріңе шыбын түсіп кететін болса, онда бір басып, кейін не істесін, алып тастасын дегенде. Себебі оның екі қанатының бірінде дерт болса, екінші қанатында сол дерттің шипасы болады дегенде. Одан қарасай, уазада Абу Дауд, қараңыздар. Ва иннаху яттақи би жанахихи лази фихи дау дейді. Ол дейді жалпы өзі сол қай қанатында дерт болса, сол қанатымен сақтанады дейді да ол. Бұл айтқанда өзі ғана өлмей, сені де бірге алып кетпекші да сонда. Сондай дейді да жалпы. Бірінші сонда ұл қанатымен түседі дейді да ол, әдейі. Соны түсіруге тырысады дейді. Сондықтан бір басасында лақтырып жібересің дейді. Ва қаулихи саллаллаху алейхи ва саллам: «Я Салман, куллу туамин ва шарабин вақат фихи даббатун лейса лаха дамун, фаматат фихи фаху халалун аклуху ва шурбуху ва удууху» деп айтқан. Бұны Ахраджаху ад-Дарақутни вал Байхақи фи Сунан ал-Кубра деп келтірген екен менде астында. Айтып жатыр, ей Салман, әрбір тамақ, әрбір шетін нәрсеңе қандай да бір тірі нәрсе түсіп кететін болса, бірақ оның бойында ағатын қан болмаса дейді, онда ол тамақты ішу, ол сусынды ішу, одан дәрет алуда адал болады деп айтқан екен да. Сонда көріндер ме? Бүкіл сонда шыбынның үкіміне кіріп кетті да. Ең бастысы бойында ағатын қаны болмаса болды. Бірақ жігіттер жаттап алыңдар, біз айттық, таза деген нәрседен адал деген нәрсе ешқашан түсінілмейді. Осыған мән берсеңдер. ولا ينجس الماء بوقوع آدمي ولا بوقوع ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم. Адам түсіп кетсе суға, және де немесе еті желінетін кез келген бір мал түсіп кететін болса суға, ол суды ластамайды дейді. Қашанға дейін, егер ол тірі шығатын болса, және де денесінде ешқандай бір 100% сен нақты білетін денесінің нәжіс болмаса да. Жақсы, енді болуы мүмкін ғой. Кішкентай бұзауды, немесе бір кішкентай бағаны ет желінеді, қандай мысалы қозы деп айтайықшы мысалы. Ол тап-таза бейт, бассейндағы суға түсіп кетсе, кішкентай бассейндағы, немесе бөшкедегі. Денесі таза болса, проблема жоқ. Таза да су.
Ал егер жақсы сен біліп тұрсаң 100%, иә, мына жағында бағана қан бар еді жабысып қалған, мысалы, сонымен бірге түсіп кетті десең, ол ластанады. Мутаяққана деп жатыр. Көрдіңдер ме жігіттер? Мутаяққан болу керек. Уала юнзур, қараңыздар, мынау өте маңызды нәрсе. Қараңыздар. Уала юнзару иля захири иштимали баулиха аля афхазиха дейді. Мысалға, мынандай ой келуі мүмкін ғой сізге. Иә, мынау қазір сиыр бассейнге түсіп кетті. Мүмкін сиырдың санында мүмкін не бар, зәр бар шығар деген ой келуі мүмкін ғой. Жоқ, білмесең нәжіс емес. Болды. Көрдіңіз ба? Уала юнзур, мән берілмейді, қаралмайды деп жатыр да. Не нәрсеге? Иля захири иштимали баулиха, яғни оның зәрі, былай айтқанда, қандай болуы мүмкін? Иля захири иштимал, көп, былай айтқанда қалай айтса, сырт келбеті қандай болуы мүмкін зәрдің? Ол санға тиіп кетеді деген нәрсесіне қаралмайды деп жатыр да, қысқасы. Соны да қамтып кетеді ғой деген нәрсеге қаралмайды деп жатыр. Себебі ол 100% нәрсе емес та. Түсіндіңіздер ме? Мүмкін сен ойлағандай емес шығар. Мүмкін ол бағана осы бассейнға түспей тұрып, бұлақтың суына шомылып қайтқан шығар. Мысалы, жоқ, рас айтамын. Мүмкін сол жаққа бір түсіп, одан кейін сен бассейнге түсіп кеткен шығар. Мысалға деймін да, мысал ретінде. Сондықтан мен де тақта ойдан келтірген астында лианну юхтамалу тахаратуха би ан сақатат ақиба духулиха маан касиран дейді. Көп суға кіріп, ағын суға кіріп шыққаннан кейін барып сенің бағана бассейніңе келіп түсіп кеткен шығар, шомылып кеткен шығар мүмкін. Желаниясы ашылып тағы да. ولا يفسد الماء بعقوع بغر وحمار وسباع طير. Сол секілді су ластанбайды. Егер қашыл түсіп кетсе, немесе есек түсіп кетсе, немесе тойыр түсіп кетсе, жыртқыш құс. Сибақ деген жыртқыш деген маған. Касақрин, мысалы, сұңқар секілді, шахин де сол не? Сұңқар тектес, өткен кеше айтқанымыздай. Уахида әкез құйрық, ол хида деген. Ол да жыртқыш құстар. Бұлар түсіп кетсе, ластанбайды деп жатыр. Вала яфсуду биуқуи вахшин жабаян касабу. Я, ва қирд. Сабу деген не ол? Арстан, я, сабу. Қирд. Немесе даже бұл жерде сабу деп жыртқыш аңды да айтсақ болады. Ва қирд фис сахих. Ли тахарати баданиха. Неге? Себебі олардың денесі таза ғой. Шошқа емес қой ол. Шошқа секілді емес қой олар. وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقا لرطوبتها بلعابها. Бұлай мына қиыл да бірақ. Қиыл деген не? Сиғату ат-талдуиф немесе тамрид деп айтады оны. Қиыл деген сиғату тамрид, яғни әлсіздікті білдіреді да ол. Не деп жатыр? Бүкіл суды шығару керек деп айтқан да. Уахш түсіп кетсе. Мысалға, бассейннің суына, кішкентай ақ бассейнға маймыл түсіп кетсе, оны не деген? Бүкіл бассейн суын шығару керек деген, тазарту керек деген. Не себепті? Себебі оның терісіне баған, терлеуі мүмкін ғой, терісіне нені үкім береміз деген ылғалына, яғни денесінің ылғалына айтып тұр. Тері ғой енді ол. Яғни әрбір малдың, әрбір жануардың денесі ылғалдылық болады да өзіне сай. Мысалы, маймылдың ылғалдылығы дейді да, оның несін берген дейді, сілекейін үкім берген дейді да, мысалға. Сол себепті бүкіл құдық шығару керек деп айтқан. Бірақ бұл қиыл да. وإن وصلوا لعاب الواقع إلى الماء أخذ الماء حكمه طهارة ونجاسة وكراهة. Егер түсіп кеткен жануардың сілекейі суға жететін болса, су сол сілекейдің үкімін алады. Нәжіс таза болса таза, нәжіс болса нәжіс, мәкрух болса мәкрух. Жарай ма? وقد علمته في الأسار. Сен оның қалдық сулардың үкімінде білдің дейді. فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا. Yani құдықтың барлығын шығарамыз. Нәжіс болса, мәшкук болса. Дұрыс па? Мәшкук сумен дәрет ала алмайсың ғой сен. ويستحب في المكروه عدد من الدلاء لو طاهرة وقيل 20 деп айтылған екен. Мәкрух болса оның несі сілекейі. Мысалы қандай еді ол? Мәкрух үй мысығы секілді. Онда бірнеше шелек, 4-5 шелек су шығарсаң жеткілікті. 20 деп те айтылған дейді. ووجود حيوان ميت فيها أي البئر ينجسها من يوم وليلة. Енді мысалға құдыққа кеп қалдың, білмейсің жануардың қашан түскенін. Ісінбеген болса, бір күн, бір түндік намазың, парыз намаздарын қайталайсың. Яғни осы құдыққа келіп, осы бір күннен бері сен дәретсіздіктен дәрет алып жүрсең, жаттап алыңыздар, дәретсіздіктен дәрет алып жүрсең сол құдықта.
онда бір күндік парыз намазы сақтық ретінде қайталап шығасың. Яғни дәл қазір көрдің ғой, дәл 24 сағат артқа қайтасың. 24 сағат бұрын қандай парыз оқыған едің осы жерден дәрет алып? Солардың қазасын өтеп шығасың сақтық ретінде. Жақсы ма? 24 сағат артқа қайтасың. Егер бұл қашан ісінбесе, ісініп кетсеші, оны 72 сағат, сол көрген уақыттан бастап артқа қарай 72 сағат назад бересіңді, 3 күннің қазаларын өтеп шығасың. Жақсы ма? وَوْجُودُ حَيَوَانٍ مَيْتٍ فِيهَا أَيَ الْبِئْرِ يُنَجِّسُ الْبِئْرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ. Ихтиятын сақтық ретінде дейді. Себебі құлшылықта біз ихтиятқа мән береміз де көп. وَمُنْتَفِخٍ ісініп кеткен болсашы, يُنَجِّسُهَا مِنْ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا. 72 сағат артқа. Қашан бұл? إِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ. Сол түсіп кеткен жануардың қашан түскенін білмесең деп жатырды. لِأَنَّ الْإِنْتِفَاخَ دَلِيلُ تَقَادُمِ الْعَهْدِ. Мынаны жақсылап шығарып алыңдар, мына ибараны шығара алмай қалуың мүмкін. Себебі ісініп кету деген нәрсе өлім сағатының ертерек болғанын білдіреді деген мағына. Ахд деген уақыт деген мағына. Яғни уақти әл-мәут. لِأَنَّ الْإِنْتِفَاخَ ісініп кету деген нәрсе ол ненің дәлелі дейді? Өлім сағатының алдын болғандығының дәлелі деп жатырды. Жақсы ма? Дәлилу тақаддуми десең болады, немесе тақадуми әл-ахди, яғни ахди әл-мәут, уақти әл-мәут деген мағына. Ертерек болған, яғни ісініп кетті деген сөз, яғни ертеректе өлді деген сөз да ол. وَيَلْزَمُ إِعَادَةُ صَلَاةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ. Сондықтан сол муддадағы уақыттағы ненің намаздардың қазасын қайта өтеп шығу керек. Қайталап шығу керек деп атады. Қашан? إِذَا تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهُمْ مُحْدِثُونَ أَوْ اِغْتَسَلُوا مِنْ جَنَابَةٍ أَنْ. Жүнүптіктен немесе дәретсіздіктен дәрет алған болса. Жүнүптіктен ғұсыл алған болса, дәретсіздіктен дәрет алған болса. Ал енді қараңыздар. Дәреттің үстіне дәрет алған болса, немесе киімді нәрістен жуған жоқ, жай тазалық ретінде жуса, фәлә иадата иджмаъан деп отырған. Жарай ма? وَإِنْ غَسَلُوا الثِّيَابَ مِنْ نَجَاسَةٍ. Ал егер киімді нәрістен жуса дейді, وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا. және де одан дәретсіздіктен дәрет алмаса дейді, فَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا غَسْلُهَا فِي الصَّحِيحِ. тек қана киімді ғана жуады, намазды қайта оқымайды деп жатырды. Не үшін? لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقت إصابتها. Себебі ол қандай нәрістің несінен, бабынан қысқасы. لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب. Ол бір киімдегі нәрістің табылу бабынан деп жатырды. Соның несінен деп жатырды қысқасы, мәселесінен. Ал ол мәселеде сен қашан тигенін білмесен, ешқандай намаз қайтара алмайсың дейді. Мысалы сен қара. Бір қарап қалдың, киіміңде нәжіс табылды да, 1 дирхамнан асады, ауыр нәжіс, қан. Ешқандай намаз қайтара алмайсың дейді. Жақсы ма? Сен білмейсің сен қашан тигенін. Мүмкін қазір тиген шығар ол нәжіс. ولا يعيد صلاته اتفاقا هو الصحيح. Бірақ негіз мына жерде бір ескеретін мәселе бар жігіттер. Жалпы мәселені түсіндіңдер ғой енді. Бұл i'тират бар да, бұған шейх Тақтауи i'тират жазған да. Негізі дейді былай: "Вала юиду салатаху иттифақан" деген сөз негізі ла яттажих деп айтқанда ол кісі. Ла яттажих ала қаули имам. Бұл имам Абу Ханифаның сөзіне сай келмейді деген. Неге? Себебі имам Абу Ханифаның қиясына салатын болсақ, ғұсылмен бірге, жуумен бірге намазды қайталау керек дейді. Неге? Қараңыздар. Қазір оны сіздерге айтып беремін. Сондай-ақ Сахибайн сөзіне де сай емес дейді бұл. Неге? Себебі ол кісі мүлдем ешнәрсе міндеттемейді ғой дейді. Не үшін киім жуады деп жатыр да? Не үшін иттифақан болады дейді ол. Сөйтіп айтқан. Түсіндің ба? Кім сардар? Бағана айтты ғой. Сахибайнда сондай да негізі. Оны әлі оқымадық қойдым иә? Жалпы Сахибайнда білмесе ешнәрсе істемейді бұл. Түсіндіңіздер ме?
Имам Абу Юсуф киімді жумай еш нәрсе істемейді, намазға қайтармайды. Потому что ол нақты қашан біледі, сол кезден ғана істейміз деп. Мүмкін ол қазір түскен шығар, сен көрген уақытта. Себебі имам Абу Юсуф те басында имам Абу Ханифаның сөзін айтатын болған да. Қайтару керек деп. Бірақ бір күні құдыққа келсе, қарап тұрған кезде имам Абу Юсуф бір құс тұрады да өлексені лақтырып жібереді. Сол кезде айтады да, мен сол өлексені көргенге дейін имам Абу Ханифаның сөзін айтып жүрген дейді. Кейін ол өз сөзден қайтып имам Мұхаммедтің сөзін айтқан да. Сөйтіп имам Мұхаммед, имам Абу Юсуф бір жерден шыққан, жақсы ма сөздері? Ол қазір түсіп кетуі мүмкін ғой дейді да. Дұрыс па? Болуы мүмкін ғой енді. Ал енді қараңыз, қияс былай да, жігіттер, қараңыздар. Мен дәретсізбін. Имам Абу Ханифа айтып жатыр, сен дәретсізсің. Ол 100% яқинді ол сен дәретсіз болуың. Дұрыс па? Біз айттық қой, қашан намазын қайтарады? Егер ол дәретсіздіктен дәрет алған болса. Мен дәретсізбін, ол 100%. Енді мына су дәретсіздік кетіруге жарамды болды ма, жарамсыз болды ма, бұл күмәнді. Яқин, дәретсіздік, мынау күмән. Күмән яқинді кетіре алмайды. Сондықтан намаз оқисың. Ал мына жақташы, киім нәрісті. Яқин, киім нәріс. Анау күмәнді. Мына күмәнді нәрсе, мына нәрісті кетірді ме, кетірмеді ме? Кетірмеді ғой. Сондықтан бұл ләйт тәжих деп айтып жатыр. Түсіндіңіздер ме? Енді. Ал кімді? Сахибайында мүлдем проблема жоқ. Бака нақты қашан түскенін білсе ғана сол уақыттан қайтарады, білмесе сол уақытта түсті, ешқандай намаз қайтармаймыз, намазын оқып кете береді әдеттегідей. Түсіндіңіздер ме жігіттер? Сынып кетсе де. Себебі бағана мәйітті тастаған кезде ол имам Абу Юсуф сөйтіп айтқанда, мен қанды бағана бұл сөзіме қайттым дегенде. Сынып кетсе де. Сынып кеткен жануарды қас тастап кетуі мүмкін ғой. Жарай ма жігіттер? Сондықтан имам الطحطاوي لا يتجه على قول الإمام لأن قياسه أن يوجب مع الغسل الإعادة деп айтқанда, немесе الإعادة егер мәжһулмен айтатын болсақ, أن يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لأنهما لا يوجبان غسل الثياب أصلا. Жарай ма жігіттер? Түсінікті болды ғой енді мәселе, кішкене тәркиз керек, қайталасаңдар бәрі түсінікті. قال أبو يوسف رضي الله عنه ومحمد رضي الله عنه جميعا, Allah Taala barşasına razı olsun. يحكم بنجاستها من وقت العلم بها. Пока biz bilmeymiz, ешқандай үкім бермейміз деген қысқасы. ولا يلزمه إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي حتى يتحققوا يعني حتى يعلموا متى وقعت النجاسة. Жақсы ма? Қашан түскенін білмейінше болды. Сонда бағанағы иттифақан деген сөзге шейх Тахтауидің i'tirad қылуы әбден не орындады. Енді қараңыздар, وَإِنْ عُجِنَ الْآنْ بِمَائِهَا дейді. Енді құдықтың жақсы, қараңдар жігіттер, мәселе былай дейін. Мына құдықта өлексе түсті, 16 тастады. Енді бір адам тұрып, осы суды алып, нан елеп, қамыр елеп жерсе дейді. Ол қамыр не істейміз дейді. Соны айтып жатыр. Мүшкілі. Шие болып тұр ғой. Қил былай деп айтылған екен. Юлқа лил килаб, иттерге беріледі деп айтқан. Ау ю'лафу бихи маваши, немесе малға беріледі дегенде, жем ретінде. Қала бa'духум, кейбір ғалымдар юбау ли шафиийин деп айтқанда, яғни шафииге сатып жерсе болады деген. Себебі оларда ек құллатайынға жетпесе, құдықтың суы ластанбайды да. Құллатайыны бөшке секілді ғой, үлкен бөшке. Енді анау бір құллада пәленбай литр болады да. Бірақ көбінесе ол құлла неден кішкентейді, көлемі құдықтағы судан кішкентай болады көбінесе. Сондықтан айтып жатыр да, онда кез келген бір шафиге сатып жерсек болады, оларда таза да ол себебі. Түсіндіңіздер ме? Екі құлла. Екі құллаға жетсе, оларда су ластанбайды деген. وَإِنْ وَجَدَ بِثَوْبِهِ مَنِيًّا, егер оянып қалды, мысалға, намаз оқып жүрсің, еш нәрсеге мән бермей жүрсің, бір қыз іш киімді қарап қалсаң, мәни тұрды. Не істейсің? أَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَتٍ, соңғы рет қашан ұйықтадың, сол уақыттан қайталайсың. Мысалға былай болуы мүмкін. Таң намазын оқыдың, мешітте отырдың шуруққа дейін, машалла, шуруқтан кейін дұға оқыдың,
шаққаға келдің, бірінші неге барасың? Булочка сататын жерге барасың. Неге келмей тұрып. Немесе фульға барасың. Қатты желание болып кетсе, иә? Салдар, фульға барасың, келесің, жейсің. Фульді жегеннен кейін ұйқың келеді, мысалға, иә? Душы ұйқың келеді ғой, фуль жегеннен кейін. Асқазан тыңқиып қалады. Не істейсің? Ұйықтайсың. Сөйтіп, 5-ін оқыдың бір кез, ояндың. 5-ге дейін ояндың, енді тәртіп бар ғой. 5-ге дейін ояндың, мешітке бардың. Мешітке барып кеп, бағанағы әжетханаға кірдің, кірсең іш киімде мәни тұр да. Не істейсің? Таң намазын қазасын өтейсің ба? 5-ні қайтып өтейсің ба? Жоқ, таң намазын өтемейсің. Соңғы рет қашан ұйықтадың? Одан кейін қандай намаз оқыдың? 5-ні ғана қайталайсың дейді. Ва фиддам ла юиду шай'a дейді. Қан болса жоқ. Ла юиду шай'a. Қайсысын айта алмайды. Лианну юсибуху минал хариж. Ол мәни секілді емес, ол сырттан келеді дейді да, қан. Айырмашылығы бар. Түсіндіңдер ме? Ол сырттан келеді. Негізі қажет емес, салқын әдемі болып тұр. Жақсы ма жігіттер? Мәни өз іш киімінен табылады да ол. Қан ол сырттан келуі мүмкін, қазір тиіп кетуі мүмкін да ол әбден. Ал енді Шейх Тоқтауи мынандай бір мысал келтіреді. Іш киімде 2 адам кезде дейді. Сондай бір мысал келтірген да ол кісі. Жақсы, онда біз дәрісіміз осы жерде тоқтасын, ақырында.